Құрметті біздің әріптес ханымдар, құрметті ата-аналар, құрметті оқушы қыздарымыз. Сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерді осы мейрам көктемнің шуағымен білісе, біз сіздерге ыстық құттықтауларымыз бен ізгі тілектерімізді білдірмекшіміз. Жалпы Қазақстан қоғамында әйелдер ең алдымен аяулы ана, сүйікті жар, кәсіби маман және жауапты лауазым иесі екені белгілі. Сондықтан да айтулы мереке қарсаңында абзал аналар мен ару қыздарымызға қандай құрмет көрсетсек те лайықты деп ойлаймыз. Жалпы дана халқымызда ана бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді деген қанатты сөз бар. Шын мәнінде сіздер отбасының ұйытқысы ғана емес, қоғамға да, жалпы өркениетке де ересен еңбек етіп отырсыздар. Сондықтан сіздерге кәсіби даму мен еңбекте толағай табыстар тілейміз. Отбасыларыңызға амандық, береке, бірлік тілейміз. Қыз өссе, елдің көркі дейді халқымыз. Оқушыларымызға алдына қойған мақсаттарына жетуге және болашағының жарқын болуына тілектеспіз. Әрқашан, құрметті оқушылар, сәттілік сіздердің серіктеріңіз болсын. Бүгінгі біздің тілегімізді қабыл алыңыздар. Кемерінен асып тасып жатқан мерекелік көңіл күй тілейміз. Әр адам жарық дүниеге келгенде мейірімді, жүрегі жылы жанды көреді. Ол ана. Ана тіршіліктің гүлі, отбасының берекесі, бүкіл адамзаттың тәрбиешісі. Ана деген сөзге лүпіл қақпайтын жүрек, мөлдірмейтін жанар жоқ сірә. Мама – это тот человек, который любит тебя просто за то, что ты есть. Мама – это тот человек, который дал нам жизнь и наполнил ее любовью, заботой и вниманием. Она научила нас жить и радоваться. Иә, бүгін аналар мерекесі, қыздар мерекесі, әжелер мерекесі. Сабын сәндеп ораған сары жезбен, ақ күмістеп безеген моншақ көзбен, сезімдерді тіл жетпес сергерлікпен, сөйлетуді сәулеттеп сергек сезген. Көз тартады қыз қамшы қырғыз өрме, замандардан заманға болған көрме, домбырамен, торсықпен қатарласып, түзеп ойын келіп тұрды төрде. Топшысы да мойны ұшы күмістелген, шағын тұрқы таптаза бүгістерден, сонау өтміш тарихтан сырақтарып, секілденді сыбырлап дыбыс берген. Ұстап кепті әжесі төркінінен, өскен ерке оң жақта өркінінен, таныстырды мақтанмен отағасы, әже көзін әулеттің көркі білген. Әже көзі жеткен қос ғасыр аттап, дәстүрге адал, салтқа адал асылап бәқ, аяласын ұрпағын қасиеттеп, марқаясын тәберік шашу әпқақ. Арулар асыл жандар,
шуақ боп шашылғандар, қуат болып тасығандар, құшақ боп ашылғандар, арулар, асыл жандар. Арулар әрбір үйдің шаңырағы, әрбір үйге от болып жағылады, әрбір үйге таң болып атты дағы, әрбір үйге сәуле боп жамырады. жимайдау бір шашылған шуақтан, саясына келедау шуақтан, жамандыққа қиярсын қалай ғана, жайнаған бір үйдің шырақтарын. Арулар, асыл, жарлар, сағыныштар, өкініштер, құшақтар, жалыныштар. Жек көрсе, олар жүрегін мұз жасайды. Жақсы көрсе бақытып, жанына ұстар. Арулар, аяулылар, ардақтылар. Өмірдің жолы боп қалмақ болар. Арулар тіршілікке күре тамыр. Арулар асыл жандар. Арулар тіршілікке күре тамыр. Өмірді бір-біріне жалғап тұрар. Аналар шексіз махаббаттың иесі. Күлімдеген күн көзіндей асыл аруларымыз. Сіздерді көктемнің алғашқы мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерді шұғылалы көктемнің шырайлы мерекесімен құттықтаймын. Асыл жандар, көктемнің алғашқы мерекесі құтты болсын. Барлықтарыңызды бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. В этот день все женщины прекрасные, и глаза горят у них с утра. Но 8 марта всех счастливее, дорогая мамочка моя. Құтты болсын аналардың мейрамы, жарқырандар жас күніндей жайдары. Мерекесі бұл көктемнің алғашқы, бақыт берсін әр көктемнің айлары. Жет жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің табынарым. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ұшырған соң қарыңмын, қияға шырқарыңмын, бәйгеге өзің қосқан тұлпарыңмын. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Қорғаның өзің деймін, жандауа сөзің деймін. Анашым сен ойласам, көз ілмеймін. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы
анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Барлығымыз асыға күткен көктемнің алғашқы күндермен бірге 8 наурыз халықаралық әйелдер күні де келіп жетті. Бұл бір қолмен бесікті, екінші қолмен әлемді тербеткен аналар, нәзік жанды қыздар қауымның төл мерекесі. Құрметті ұстаздар, сіздерді ата-аналар артынан көктем мерекесін 8 наурызбенен құттықтаймын. Құттықтай отырып, сіздерге зор денсаулық, семьяларыңызға береке, бірлік тілеймін. Сіздердің еңбектеріңіз өте зор деп ойлаймын. Өйткені біздің балаларымызға тәрбие, білім беріп, үлкен асуларды балаларымыз сіздердің арқасында алып жатыр. Халқымыз қыздарын инабаттылық, ибалық, ізеттілік, ісмерлік негізінде тәрбиелеген. Сол себепті әр қыз бала парасатты, жан-жақты білімді болуға, әсемдік, сұлулық әлемін дұрыс түсінуге міндетті. Наших девочек прекрасных с 8 марта поздравляем. Много смеха и улыбок, счастья, радости желаем. Чтобы учились на отлично и всегда все успевали. Чтобы люди во всем мире вас ценили, уважали. Милые женщины, мы еще раз поздравляем вас от всей души с праздником весны, любви и надежд. Пусть ваша жизнь будет светлой и радостной, как весна. С праздником! Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар. До свидания, до новых встреч!